Баршаңызға сәлем құрметті мені YouTube көрермендерім. Менің бүгінгі жаңа видеома қош келдіңіздер. Бұл сенбілік влог. Таңымды және видеомды осылай бала күтімінен бастап жатырмын. Балаларды сыртқа шығардым. Қазір асыл түліктің алдымен кетіп бара жатырмыз. Омарды ойнататын жерге апарып жатырмын. Сөйтіп балаларды прогулкаға шығарып жүрмін. Біз Қосшыда тұрған соң, осы Астананың шеті ғой Қосшы. Қосшы, Тайтөбе деген жерлерде көбінесе мал бағылады. И көбісі түсінбейді шығар. Мен всегда осы асыл түліктің алдында жүремін. Өйткені біздің үй жақ, ана жақта ЖК Шоколад. Тура асыл түліктің қасында да. Сол үшін мен баламды осында ойнатып жүрмін. Қазір Омар тура осы асыл түліктің алдында ойнап жатыр. Бұл мал шаруашылығымен айналысатын кісілер көбінесе осында жүреді. И міне пауза жасап оқып алсаңыздар болады. Қандай қызмет атқаратынын, не үшін ашылғанын, көбінесе ветеринарный клиникалар орналасқан жер. Ветеринарный аптекада осында орналасқан. Осы Астананың шет жағы болған соң, көбінесе мал бағылатын жер болған соң осы жерге ашып қойған ғой. Бүгін негізі жолдасыма демалыс. Мен жолдасымды көп түсіре бермеймін, влогыма қоса бермеймін. Ол камераға түскенді ұнатпайды, сол үшін сыртта жүріп түсіріп жатырмын да көбінесе. Қазір енді балаларды ойнатып жүрмін. Прям ешкім жоқ қой мұнда. Ана жерде күзетші отыратын еді, что-то ол да көрінбейді. Мә, гүлдер көп екен. Гүлдер, мама, гүлдер дейді. Гүл әдемі екен, иә? Ромашки. Жүр. Ойна, Омар. Омар детский площадкаға келдім, ойнатып жатырмын. Ойнап отыр. Енді Аяланың коляскасынан андай мысықына толып отыр астына. Балалардан толып отыр. Ана жерде қыздар ойнап отыр. Сол қыздардан толып отыр мысық. Бізден басқа сенері жоқ, бізден басқа қорғанысы жоқ деймін ба. Аяла ұйықтап отыр. Газ дайындауға кірістім. Әдетте осындай қазір рашки істеймін. Маған су құйып, кішкене қайнатып алғанда Біздегі жаңалықпен бөлісе кетейін. Кешеден бастап Аялаға прикорм қостым. Кеше негізі Аялаға алмадан бастап беріп көрдім. Алманы кішкентайдан аздап 1-2 қасықтан беріп көрдім. Ол жеді. Ең қуантатыны сол үшін мен бүгін осы кабачокты алып, осылай ортасын барлығын сыртын тазалап, ортасындағы дәнектерін қасықпен алып, оны турап қайнатуға дайындап жатырмын. Яғни парда буға пісіремін. Және бауырсаққа қамыр илеп жатырмын. Ал мында түскі асымызды дайындап, уже түскі асымызды ішіп жатқан кезіміз. Және мында Аяланың да тамағы дайын болып қалыпты. Піскен кабачокты алып, оны блендермен ессеңіз, сол кезде 6 айлық балаға беруге ыңғайлы тамақ болып шығады.
Негізі балаға прикормды осындай пайдалы көкөністерден бастап берген дұрыс екен. Мен басында өте қатты қателік жасаған болатынмын. Омарға агуша, гербер деген баночкалардағы консервілерді беретін едім ғой. Соның кесірінен баламның тісі ерте түсіп, ерте құрттап кетті. Енді қызымда ол қателікті жасамаймын деп шештім. Прикормы. Қазір осыны берем. Именно кішкене сусын холодильникке салып қоям. Ертең арғы күні осыны жейді. Осындай болды. Кішкене сусын. Осында қойып қоям. Кішкене сусын. Далада жел соғып тұр қазір. Осылай аз-аздан береміз. Жақсы қыздың ғой жиі ғой. Аяла, ұнамай қалды, короче. Ұнамай қалды ма саған? Ұйқыдан тұрған қыздан сұлық. Ұйқысынан тұрып, Аяла ойнап жатыр, е? Сен ойнай бер, е? Мен болсағымды істеп тастайын, е? Ертеңге, короче, жетшілбекке қамырым уже көтерілді. Қазір бұйырса жетшілбек істеймін осымен. Жұмсақ болды да қамырым. Сұйықтау болған. Өзіме кофе, шай істеп жатырмын қазір. Шай ішіп аламын. Аяланы алып сыртқа шықтым. Қазір доставка келді. Ой, доставка деп Каспий постаматтан заказымды алып кетуім керек. Соған бар жатыр. Аяла коляскада жатыр. Короче, Омарды тастап кеттім әкесіне. Тек Аяланың өзін ғана алып шықтым. Өзім кетіп баратырмын. Барып заказымды алып, обратно қайтам ғой бірден. Супермаркеттен сүтімді, сосын керек заттарды алып, үйге қайтып кетемін. Кешкі прогулка бір жағынан. Сол заказымды алуға шықтым. Күшті заттар заказ бердім негізі Аялаға. Аяланың өзіне арналған заттар. Барлығы асығып бара жатырмын ғой. Қазір распаковкасын жасаймын, үлгерсем. Бүгін жасап тастамасам, ертең уже уақыт болмайды. Ертең қонақ бар, не бар, сонымен үлгермейін деп тұрмын. Ертең кетейін деп тұрық. Рахат. Аяқты қойып қойған. Келдік, короче. Алып кетем қазір. Менің заказым үстінде екен ғой. Үстінде тағы бір постамат бар екен. Енді мына қыз не істерін білмейдім. Лифт жоқ мұнда. Қалып кетсем бекейін, жылайын екен деп тұрмын. Алам да шығам ғой, бірақ ұйықтап отыр. Короче, алдым. Астына сыр кетеді қызымда. Салға келдім, короче. Барлығы бүгін алған заказдарым. Қазір сіздерге распаковка жасайым. Мынаның ішінде белгілі уже не алғаным. Барлығын Каспий магазиннен заказ берген болатынмын. Бірінші зат бізде осы паильник. Көшеге шыққанда Аялаға су берем спокойно. Фокус кетіп қалды ғой. Осындай паильник. Кәдімгі кішкентай балаға арналған, 1 жасқа дейінгі балаға арналған. Су ішетін. Аяланың как раз тісі шығып жатыр. Тісіне арналған осы қатты бутылкаларын тістеп тастайды. Осындайларды беру керек енді уже Аялаға. Розовый түстен алдым. Екінші негізі мен ашық розовый түске заказ бергенмін, бірақ ол наличие болмаған соң осындай түс. В принципе, нормально бұл түсте. Білесіздер, Аялаға уже кешеден бастап прикорм қосып жатырмын. Сол үшін осындай сыйлық Аялаға. Ішіне осылар кіреді. Мынау тоже стаканы осылай ашылады. Қазір осылай ашылады, осындай іші осындай. Бұлай майыстырса да болады.
И осылай жауып қойса да болады, бүйтіп іше береді бала. Тағы да міне наборға бәрінің ішіне кіреді. Қасығы, міне қасығы осылай майысады екен. Мына жағы ағаш, міне вилкасы бар и қасығы бар. Мына вилкасы каша істегенге жақсы. И тарелкасы міне. Сосын слюнявчик емес, мынандай тамақ алдына төгілсе, бірден мына жаққа төгіледі да. Аяланың мойнына как раз ыңғайлы осы. Міне осылай. И осылай алса болады. Не аяланың ыдыстары. Мынаумен сорпа ішеді, мынаусымен тамақ ішеді. Кәдімгі тамақ, завтрак, обед, ужин. Мынаусы слюнявчик и стаканы, су ішеді, сүт ішеді дегендей ғой. Мынандай трубочкамен ішкізіп үйретеміз бұйырса. Қандай фирма екенін білмеймін, ұмытып қалдым. Бірақ качество жақсы сияқты. Келесі бізде мамыс папыстың бодилері. На вырост алдым, үлкен размерде. Бұйырса алдымызда күз келе жатыр. Күзге арнап осындай кішкене қалыңдауын заказ бердім. Осындай боди, футболочкалар. Осындай. Қазір жатқызып көрсетем ғой. Осындай біреуі бар. Так, ішіне 5 штук кіреді екен. Осындай розовый бар екен еще. Міне. Так, қоянның суреті. Цветі әдемі екен. Цветі маған ұнап тұр қатты. Бәрінен бұрын цветі ұнап тұр. Барлық футболкаларының цветі әдемі екен. И мұндағы суреттері де күшті үйлесіп тұр. Негізі Картерс пен мамыс папыстың футболкалары қатты ұнайды өзіме. Өйткені Картерстің алдында слиптерін заказ беріп едім. Олар әлі сол күйі тұр ғой, дым бұзылмаған, кнопкалары ашылып кетпеген. Барлығы орнында тұр екен. Ал енді мамыс папысты енді көріп жатырмын. Омардың кезінде бұндайды білмейтінмін. Енді аяланың кезінде осындайларды алып бұйырыпты. Міне 5 расцветка. Бәрінен бұрын мұна ағы ұнап тұр маған. Бірақ алдын білдіртсайды ғой аяла. И мына розовый. Міне осындай цветтер бар. И мына просто однотонный расцветкасы. И осылардың осындай чехол ұнайды маған. Келесі соңғы заказ берген затым. Бұл альбом, детский альбом. Біреуін ғана заказ бердім аялаға или Омарға. Білмеймін, ол қыз деп жазбаған. Ол болса Омардың суреттерін салам. Қыз десе аяланың суреттерін салам. Қазір көреміз қандай альбом екенін. Бір балама ғана заказ бердім. Маған ұнап жатса, осындайдан тағы заказ берем. Если ұнамаса, басқа альбомға заказ берем ғой. Кейін бір уақыт болған кезде таңдап отырып қарамасам, мына просто так заказ беріп салған едім. Суреттерді салып көрсету үшін. Тағы бір видеом болады, айтпақшы, алдағы уақытта күтіңіздер. Осы альбомға сурет салғаным туралы тоже видео түсіретін боламын. Бірақ бұл альбом қандай екен білмей тұрмын, ашылмайды. Осындай альбом екен. Жан-жағы вообще ішері ашылмаған. Бірге ашайық енді тоже. Омар тұрды ұйқыдан. Бақытты өмір бастауы, баланың алғашқы жетістіктер альбомы дейді. Короче, осындай альбом. Артында ештеңе жоқ. 0+. Басы осылай басталды, күшті екен. Қызға арналған екен.
негізі Россиядан көріп істегендер аудим бұл. Қызым жайлы директнама дейді. Қызыма жолдау дейді. Күшті шыққан фото дейді. Мұнда фотосын қоям. Мен ойлағандан да үлкен екен. Мен кішкентай болады шығар деп ойлап едім. Бірақ альбом үлкен екен. Біз сені күттік дейді. Шежіре дейді. Әкешің. Короче, осындай обзор түсірем ғой бұйырса. Мынаны өзім қарап үлгерген жоқпын. Иә. Еңбектей бастадың. Қазіргі кез ғой. Қазіргі сурет салып қою керек екен, иә, ана жерге, Омар. Иә, қазіргі суреттерін. Алғашқы жаз дейді. Қазіргі суреттерін салатын кез. Именно осы альбомға, короче, мен суреттерін алдымен дайындап аламын. Суреттерін шығарып, фотостудияға барып шығарғаннан кейін асықпай көрсетіп отырып түсірмесем, қазір барлығын түсіргім келіп тұрған жоқ. 2 жасқа дейінгі суреттерін салу керек екен. Мен енді примерно бір 6 айға дейінгі суреттерін салам ғой, явно. 6-7 айға дейінгі суреттерін. Қалған суреттерін сосын өзім салам. Мен негізі ұлға жіберет шығар деп ойлағанмын, бірақ қызға жіберіпті. Бәрібір, бірақ кімге жіберсе де, главное, жіберді ғой әйтеуір. Бізде Омар ұйқыдан тұрды. Осымен мен распаковкам аяқталды. Барлық алған менің заттарым бүгінгі заказ берген. Сіздерге ұнады ма? Комментарий қалдырып кетіңіздер. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Маған барлығы ұнады. Әсіресе осы футболкасы ұнап тұр. Күшті ұнап тұр маған. Бұйырса енді аяланы спокойно тамақтандыра беремін тұстарымен.